Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Аружанмен бірге осындай керемет сосиски в тесте бірге дайындаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су, бөлме температурасындағы сары май, бір араластырып, 2 кішкене қасық шекер, 2 кішкене қасық тұз, тұз бен қанты ерігенше бір араластырып аламыз. Бір жұмыртқаны салып, үлкен қасықпен дрожь саламын. Жақсылап араластырып, алдын ала дайындап қойған ұнымызды алып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламын. Араластырып, қамыр илеп жатқан кезде сұйық майды кішкене қосып жібердім. Сол кезде илеуге өте ыңғайлы болады. Қамыр қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ болуы керек. Неге қамырымыз дайын болды, енді бетін салафанмен жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямын. Қамыр көтерілгеннен кейін астына ұн сеуіп, осылай бөліктерге бөліп шығамын. Менде осы қамыр бойынша 20 дана сосиски в тесте шығады. Одан соң осылай дөңгелек бөліктерге пішінге келтіріп алып, қамырдың бетін жауып қоятын боламыз. Толық рецепті видеоның астында описанияда жазылған. Сол рецепт бойынша тура жасасаңыздар, керемет болып шығады. Шұжықтарымызды 2-ге бөліп, видеодағыдай пішінде етіп жасасаңыздар болады. Менде бірінші түрі осылай 2 жағынан пышақтың көмегімен кесіп, өрген сияқты етіп, жасадым. Неге осындай әдемі болып шығады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, неге осындай болып шығады. Ал екінші түрі қамырды осылай соломка сияқты етіп, үстелге қойып, үстіне басып, шұжыққа орап жатқан кезде, ең басын орауды бастап жатқан кезде бір рет жабыстырып аламын қамырды, одан кейін осылай орап, ең соңында тағы бір жабыстырып қоятын боламын қамырды. Сол кезде әдемі болып пісетін болады. Осындай 2 түрмен жасасаңыздар да болады. Жұмыртқаны араластырып, осылай барлық сосискидің үстіне жағып шығамын. Бұл уақытта пешті қыздырып қоямын. Осылай әрлеуге кунжут қолдансаңыздар болады. Барлығына кунжутты сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып шықты. Мінеки ортасы деген керемет болып көтеріліп, қамыры толықтай пісіп, өте жұмсақ болып пісті. Міндетті түрде осы рецептмен дайындап көріңіздер.